Анам мен әкем қарапайым ауыл тұрғыны. Егін егіп, әкем трактор жүргізіп отбасын асыраймыз. Олар ешқашан артық дүниеге қызығып, ешкіммен ұрысып көрмеген момын жандар. Біздің отбасымызды мен есімді білгелі әкемнің анасы басқарады. Мені 19 жасында көрші ауылдың баласы сыртымнан көріп, ғашық болып алып қашты. Сол кезде апам қайтып келу деген сөзді тіпті талқылауға болмайтынын айтты. Өйткені біреу сені алып қашса да сен кінәлісің, көзіңді сүзгенсің деген түсінік бар. Күйеуім қызғаншақ ауруымен ауырады десем де болады. Өйткені мені өзінің туысқан інілерінен қызғанып ұратынды шығарды. Басында анау неге күліп қарады саған? Мынау неге саған отын алып келіп береді деген сияқты сөздерді айтып ашу шақыратын. Мен оны жақсы көріп қызғанып жүр деп ойлайтынмын. Сөйтсем ол кәдімгі соңғы адамды мүгедек қылатын жағдайға апаратын сорлық екен. Алғаш рет күйеуім мені ұрғанда анама айттым. Ол кісі апаңа түсіндір деді. Апам бізде таяқ жеп өсіп өндік деп шығарып салды. Кейіннен апам ауыр сөздер айтып ұрсатынды шығарды. Сөйтіп жүргенде 2 қызым дүниеге келді. Бір күні күйеуім мас болып не істегенін білместе мені тепкінің астына алды. Көзім көгеріп ақсаңдап қалдым. Содан жалғыздың жары Құдай деп барлығына қолымды бір сілтеп Алматыға 2 қызымды алып кетіп қалдым. Сыныптасым пәтер жалдап тұратын сол досыма рахмет. Бір ай менің жылап үйінде жатқанымда тамағымды беріп күтті. Келесі айда ыдыс жуып жұмыс істеп тамағымды тауып бастадым. Қазір балаларым балабақшаға барады. Өмірде ең қымбаты ми, бас бостандығы екенін түсіндім. Қазір жаман лашық бір бөлмелі жаздық үйді 25 000 теңгеге жалдаймын. Жанымдағы мен сияқты үй жалдап тұратындардың балаларын өз балаларыммен бірге кешке дейін қарап үйде отырамын. Бала басына ақша алып отырамын. Солай барлық жақынымнан қашып, хабарсыз кеткеніме кейде қуанамын. Кейде менен бас тартқан анам мен әкемді көргім келеді. Жылап аламын. Мені осындай батыл болуға жетелеген күш 2 қызымның болашағы. Сол үшін айыптымын.